Саламатсыздар ма, оқушылар? Мен Салихова Анаргүл Жұмажанқызы, Атырау облысы Исатай ауданы жалпы білім беретін Өркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. 9-ші бөлім аспан әлемінің құпиялары деген бөлімді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Сабақтың тақырыбы ғарыштағы жаңа өмір қашан басталады. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаты жазылым. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Сабақтың мақсаты жинақы мәтін құрастыруда негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей алады, жинақы мәтін жазады. Сабақтың мақсатына қол жеткізу үшін бағалау критерийін назарда ұстаймыз. Бағалау критерийі мәтін мазмұны негізінде маңызды ақпаратты анықтайды, жинақы мәтін жазады. Балалар, аспан әлемі, ғарышқа қатысты сіздер көптеген сөздер мен сөз тіркестерін біледі деп ойлаймын. Соны дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Мен сіздерге аспан әлемі мен ғарышқа қатысты мынандай сөздерді дайындап келдім. Олар астроном, ғаламшар, обсерватория, телескоп. Енді бірлесе отырып, осы сөздердің мағынасына үңіліп көрелік. Астроном, аспан әлемін зерттейтін қызметкерлер екен. Ал ғаламшар, немесе оны планета деп атаймыз, күнді не басқа жұлдызды айнала қозғалатын шар тәріздес орбита немесе аспан денесі. Ал обсерваторияшы, обсерваторияны бақылаушы деп атайды екенбіз. Ол астрономиялық, физикалық, метеорологиялық тағы басқа зерттеу жұмыстарын жүргізетін ғылыми мекеме екен. Телескопты сіздер өткен сабағымызда білдік не екенін. Телескоп аспан әлемін бақылауға арналған құрал. Аспан әлемі ғарыш туралы сіздер тағы да мынандай ақпараттармен танысуларыңызға кеңес беремін. Ғарышта мөлшері, салмағы мен температурасы жерге ұқсас тағы 8,8 миллиард планета бар. Яғни оларда да биологиялық тіршілік болуы мүмкін. Бұл туралы америкалық астрономдар мәлім етіп отыр. Мамандар ұсынған деректерге сай, бұл планеталардың бәрі күнге ұқсас жұлдыздардың серіктері. Кеплер америкалық телескоптан алынған мәліметтерге жүгінсек, осындай әрбір 5-ші жұлдыздың жерге ұқсас серігі бар. Зерттеу жұмыстары бетінде тіршілік болуы мүмкін жерге ең жақын нысан күн жүйесінен шамамен 15 жарық жыл қашықтықта орналасқанын көрсеткен. Яғни астрономдар ғарышта жерге ұқсайтын өзге де ғаламшарлардың бар екенін зерттеген екен. Сіздерге бүгінгі сабағымызға қатысты мынандай тапсырма дайындадым. Бірінші тапсырма оқулықтың 164-ші бетіндегі 6-шы тапсырмадағы мәтінді оқыңыздар. Оқи отырып, негізгі ақпараттарды білдіретін сөйлемдерді белгілеп дәптерлеріңізге жазыңыздар. Мен 6-шы тапсырмадағы мәтінді сіздерге оқимын. Сіздер менімен бірлесе отырып, кітаптарыңызды жүргізіп оқыңыздар және негізгі ақпараттарды түртіп алыңыздар. Мәтіннің тақырыбы ғарыштағы өмір қашан басталады. Бүгінгі таңда жер бетінде 7 миллиардқа жуық адам өмір сүріп жатыр. Мұндай қарқынмен өсе беретін болса, адамзат жерге сыймайтыны хақ. Сондықтан дамыған елдер бірлесіп, қаржыны бір қазанға құйып, ғарыш кеңістігінен өмір сүруге жарамды қоныс іздестіруде. Жақында америкалық ғарыш орталығы НАСА қызметкерлері жерге ұқсас жаңа ғаламшарды тауып, онда су бар екенін анықтады. Ғалымдар бұл ғаламшарда адамзаттың өмір сүруіне мүмкіндік бар деп жорамалдауда. Өмір сүруге ыңғайлы бірінші ғаламшар 2007 жылы табылған болатын. Одан бергі уақытта табылып жатқандардың саны 500-ден асты. Бірақ оларға адамзат аяғы әлі жете алмай жатыр. Ғарыш әлемін кезіп жүрген Хаббл телескопы шындығында адамзатқа үлкен көмек көрсетуде. Ол іске қосылған уақыттан бері адамзаттың өмір сүруі мүмкін деген 500-ден астам ғаламшарды тауып, суретке түсіріп, жерге жіберді. Жақында ғана Хаббл жіберген мәліметтерді сараптай келіп, НАСА ғылымдары жер ғаламшарына өте ұқсас аспан денесін тапты. Кеплер 22В деп ат қойылған жаңа ғаламшар
адамның өмір сүруіне өте қолайлы көрінеді. Өйткені оның күнмен арақашықтығы ғаламшардың бір температураны ұстап тұруына жағдай жасайды. Зерттеушілердің мәлімдеуінше, жаңа ашылған ғаламшарда ылғал көп, бетіндегі температура +22 градусты құрайды екен. Егер адамзат баласының ол жаққа аяғы жетіп игеріліп жатса, оның өмір жасы да ұзаратын болады. Өйткені ондағы бір жыл жердегі сияқты 365 емес 290 күнге тең екен. Оқушылар, мәтіннің мазмұны сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сіздер негізгі ақпаратты табасыздар. Мен сіздерге мысал ретінде негізгі ақпаратқа қатысты бір мысал көрсетейін. Мысалы, бұл мәтіннің ішінен негізгі ақпаратқа біз америкалық ғарыш орталығы НАСА қызметкерлері жерге ұқсас жаңа ғаламшарды тауып, онда су бар екенін анықтады. Екінші негізгі ақпаратқа өмір сүруге ыңғайлы бірінші ғаламшар 2007 жылы табылған болатын. Міне, осындай бағытта сіздер тағы да басқа негізгі ақпараттарды табасыздар. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін, екінші тапсырмамыз жазылым. Жаңағы оқылған мәтін бойынша іріктеген негізгі ақпараттарымызды басшылыққа ала отырып, мәтінді қайтадан жазып, жинақы мәтінге айналдырасыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін мына дескрипторге назар аударыңыздар. Дескриптор жинақы мәтін құрастыруда негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей алады, мәтіндегі негізгі ақпараттарға сүйеніп, жинақы мәтін жазады. Балалар, сіздер жинақы мәтін жазады деп ойлаймын. Өйткені біз өткен сабақтарымызда осы оқу мақсатына қатысты жинақы мәтіндер жазған болатынбыз. Сонда да бірге есімізге түсіріп көрейікші, жинақы мәтін дегеніміз не екен? Жинақы мәтін дегеніміз оқырманның түсінуіне ыңғайлы етіп құрылған бастапқы мәтіннің ықшамдалып берілуі. Жинақы мәтін жазу барысында негізгі ақпаратты сақтай отырып, басы артық элементтерді алып тастаймыз. Жинақы мәтін негізгі мазмұн сақталған екінші өңделген мәтін екен. Сабағымыздың соңында бүгінгі сабаққа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды білдірсеңіздер. Бүгінгі сабақта сіздер үшін не пайдалы болды? Сабақта қызықты қандай мәлімет есіңізде қалды? Немесе бүгінгі сабаққа қатысты түсінбеген жағдайларыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Тапсырманы орындап болғаннан кейін бүгінгі сабаққа қатысты ойларыңызды және орындаған тапсырмаларыңызды маған WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жіберіңіздер. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.